Киевде Украина мустақилігі вязатлығы үшін әлі қолған қадынларға бағышланған аллея açıldı. Қадын қызлар ветеран әрекетінің азалары Ярлы паркта 14 алма терегі сачты. Тереклерінің янында да әлі қолғанларының адлары или жедвеллер қойылды. Мерасемге оларының танышлары, ветеранлар ве құмшу әвлерінің сәкенлері қошылды. Бұл сененің апрель айында Букиби аллея Донецк вилаятының Краматорск шәрінде açıldı. Анда он уч алма терегі отуртылды. Коли ми готували цю алею, Бұл аллеяны азарлағанымызда он уч терек отуртмаға планлаштырған едік. Бұл қызларымыз аққында хатыра. Ама октябрьнің 15-шінде дұшманларының құршыны Ярослав Николенканың аятыны алды. Оның үшін 14 терек отуртылайжақ. Әнді да бір жедвел сымырлайжақмыз. Оны да қоярмыз. Ми, звичайно, опікуємося всіма ветеранами. Біз эпісі ветеранлар аққанда қайғыраймыз, чеші тешкілетларға қол тұтамыз, жұма тешкілетларының лейхаларына қол тұтамыз. Қадын қызлар ветеранлары пек мұйым бір меселе. Менде шарққа алған ветеран оларақ, жеңгте қадынларының ері аққында яқшы білем.